Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық етінен жасалған бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен ерітілген 100 грамм сары май, 200 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа, шым-шым тұз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Бір қасық разрешителе салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып иленді. Енді оны екі бөлікке бөлеміз. Біреуі кішкентай, біреуі үлкен. Салмамыз дайын болғанша қамырымызды пищевая пленкаға орап, холодильникке салып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм тауық, 2 үлкен пияз, 2 картоп керек. Тауықтың төс етін осы видеодағыдай кубик қылып кесіп аламыз. Картопты да дәл солай кубик қылып кесеміз. Пиязымызды тураламыз, немесе осындай арнайы турап беретін құрылғы болса тіпті жақсы. Салмамыз дайын, енді татымына қарай тұз бен бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Енді қамырын жоюға кірісеміз. Бірінші үлкен жағын жайып аламыз. Екінші бөлігінде жайып аламыз. Салмамызды салып, видеода көрсетілгендей қамырдың кіші бөлігін үстіне салып, осы видеодағыдай түйіп шығарамыз. Ортасын осылай кесіп аламыз. Пара шығу үшін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Бетіне күнжіт себемізді қызып тұрған пеште 180 градусқа 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің өте нәзік, өте дәмді бәлішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.